Ресейге қарсы санкциялардан нәтиже жоқ екені рас па? Сіз осы жаңалықты тек қана осы видеодан нақты әрі толық көре аласыз. Достар, жаңадан ашылған саяси арнаны қолдап, лайк басып, арнаға тіркеле кетейік. Бұл маған өте үлкен шабыт бермек. Арнаға тіркелдіңіз бе, лайк бастыңыз ба? Онда біз видеоны бастаймыз. Польша премьер-министрі Моровецкий Ресейге қарсы санкциялардың тиімсіздігін мойындады. Батыстың Ресейге қарсы санкциялары жұмыс істемейді, деп хабарлады Польша премьер-министрі Матеуш Моровецкий. Оның айтуынша, бұл Украинадағы әскери арнайы операция басталғанға дейінгі құнына оралған рубль бағамын дәлелдейді. Бұл біздің әрекеттеріміз батыс елдері басшылары ойлағандай болмады дегенді білдіреді, деп түйіндеді Моровецкий. Ресей 24 ақпанда Украинаны демилитаризациялау және деназияландыру бойынша арнайы әскери операция бастады. Бұған жауап ретінде батыс Ресейге қарсы жаңа санкциялар жариялады. Олар бірінші кезекте банк секторына және жоғары технологиялық өнімдерді жеткізуге қарсы бағытталған. Еуропада Ресейдің энергетикалық ресурстарына тәуелділікті азайтуға шақырулар күшейді. Көптеген брендтер Ресейден шығатынын жариялады. Президент Владимир Путиннің айтуынша, батыстың мұндай әрекеттері шын мәнінде миллиондаған адамдардың өмірін нашарлатуға бағытталған. Америка құрама штаттары мен Еуропалық одақ Ресейдің валюталық резервтерін қатайтып, Ресей алдындағы міндеттемелерін орындамаған туралы іс жүзінде дефолт жариялады. Мәскеуге санкциялық қысым мен ақш пен Еуропа үшін экономикалық проблемаларға айналып, жанармай мен азық-түлік бағасының айтарлықтай өсуіне әкелді. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Видео ұнаған болса лайк басып, арнаға тіркеле кетейік. Ал келесі кездескенше сау болыңыздар.